Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Дунган халқының ұлттық тағамы момосяй дайындап үйренетін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Бұл тағамның ерекшелігі буға піскен қамырында. Міне қарасаңыздар, арасының барлығы сондай күшті болып піседі және де дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды, тұзымызды, дрожжымызды, 2 ас қасық сұйық майымызды салып араластырып, үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Егер де илеп болған соң қолдарыңызға жабысса, кішкене сұйық май құйып жағып қойыңыздар. 1,5 сағатқа жылы жерге қойыңыздар. Оған дейін біз подливын дайындап аламыз. Етімізді осылай жұқа етіп турап алдым. Пиязымызды видеода көрсетілгендей етіп турайсыздар. Болгар бұрышын осылай 4 бұрышты етіп турадым. Қатты кішкентай етпедім, өйткені езіліп кетуі мүмкін. Сәбіздерімізді де әдемі көріну үшін осылай турадым, және де оны да қатты ұсақ етпеңіздер, әдемі көрінбейді. Картоптарымызды тек 4 бөлікке бөліп салдым, қатты үлкендерін 8 бөлікке бөлдім. Міне біздің уже көкөністеріміз дайын болды және 2 тіс чеснок қостым. Енді қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып алаңыздар. Міне қызартып қуырып алдық. Енді үстіне пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырасыздар. Енді үстіне сәбізімізді салып, тағы да біраз қуырамыз. Барлығын салып, жақсылап қызартып қуырып алыңыздар. Сонда тағамдарыңыз өте дәмді болады. Барлығын салып, су құя салсаңыздар, ондай дәмді шықпайды. Енді картопымызды үстіне салып, тағы да біраз қуырып алыңыздар жақсылап. Болгар бұрышын ең соңында су құярдан кішкене бұрын ғана салыңыздар, әйтпесе езіліп кетеді. Және де 2 тіс чеснокты да турап қосып жібердім. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Енді үстіне тұзымызды, бұрышымызды өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі приправаларымызды саламыз. Және мен кішкене укроп салып жібердім, дәмді болу үшін. Үстіне картоптың үстіне суды шығарып, 1-1,5 сағатқа баяу отқа қойып қойыңыздар. Жақсылап пісу керек етіміздің барлығы. Біздің қамырымыз уже көтеріліп дайын болып қалды. Дайын қамырларымызды жайып осылай 3 бөлікке бөліп аласыздар. 2 бөлігін қойып қойдым, 1 бөлігін осылай ұнмен сеуіп отырып жайып аласыздар. Қатты жұқа етпейміз, қатты қалың етпейміз. Видеода көрсетілгендей етіп жайып алыңыздар және үстіне ерітілген сары майымызды жағып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка, кунжут сепсеңіздер болады. Егер ұнатпасаңыздар, тек май жағып қоюға да болады. Сеуіп алған соң видеода көрсетілгендей етіп орап алыңыздар. Осылай орап, үстіне тағы да сары майымызды жағып, тағы да бір бүктейміз. Барлық қамырларды осылай жайып алыңыздар. Мен 2 қамырға укроп септім, біреуін тек майладым. Балалар өйткені укроппен жемейді. Дайын қамырларды осылай бірнеше бөлікке бөліп алыңыздар. Енді қамырымызды, нанымызды түйетін боламыз. Бір қамырдың үстіне екіншісін қойып, шпажкамен үстінен кішкене басамыз. 2 қолымызбен кішкене созып, астынан шпажканы өткізіп, қараңыздар, осылай айналдырып, екінші ұшына әкеп жапсырамыз. Міне, шпажкамызды суырып аламыз. Бізде осындай өте әдемі қамыр шығу керек. Міне қараңыздар, қатпар-қатпар болып, сондай әдемі көрінісінің өзі. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетейін. Бір қамырдың үстіне екіншісін қоямыз. Үстіне шпажкамен кішкене басамыз. 2 қолымызбен созамыз кішкене. Енді шпажкамызды қамырдың астынан ортасынан қойып, бұрайсыздар. Міне осылай видеода көрсетілгенде айналдырып, екінші ұшына алып келіп, жерге қойып, осылай жапсырып, шпажканы алып аласыздар. Міне қамырымыз өте әдемі шығады осылай болып. Дайын қамырларымызды мантаваркаға салып, үстінен сары май немесе сұйық май жағыңыздар, жұмсақ болу үшін, және 30 минутқа пісіріп аламыз.
Оған дейін біздің подливіміз де пісіп қалады. Міне біздің қамырларымыз уже дайын. Подливіміз де уже сочный болып пісті. Енді табаққа сала берсеңіздер болады. Ең алдымен подливін салдым. Одан соң үстіне шетіне нандарын қойып шықтым. Міне көрінісінің өзі осындай өте әдемі болып шығады. Тіпті жеуге қимайсың расымен де. Достар, мен осы рецептпен бірінші рет жасап көрдім және бір жасағаннан менде осылай шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдырыңыздар және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және колокольчик белгісін басып қойыңыздар, сол кезде арнамнан жаңа шыққан видеоларды алғашқылардан болып көретін боласыздар. Барлықтарыңызға рахмет, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.